Оқыс оқиға қаламыздың Кіби ауданында орын алған. Қала тұрғындары аспанға садақпен жебе атып, соңына дейін қашпауға бәстескен. Бір пакет насыбайды бәске тіккен қала тұрғыны Олжас Баймаханов соңына дейін қашпай, аспанға қарап күн сәулесінен жебені көрмей қалған. Басына садақтың оғы қадалған қала тұрғыны оқиғадан кейін банк бөлімшесінде отыр. Және де өз өміріне тікелей қауіп-қатер төніп тұрғанына банк жүйесін кінәлап отыр. Кеше общем нефтяниктер күнін тойлап жатқанбыз ғой, қорада үй жақта. Өзім вахтада істеймін. Вахтадағы балдармен жиналып, сонымен спорласып қалдық. Садақты аспанға атып, кім соңына дейін тұрады деп қашпаймыз деп келіскенбіз ғой негізі. Сонымен садақты алдық та тағы атып жібердік аспанға. Сонымен жан-жағыма қараймын, бәрі қашып жатыр. Маған кеп тимейді шығар сол деп. Аспанға қараққа тың деп дейді ғой. Қап-қараңғы болып кетті. Сонымен балдар азанға дейін әуірледі ғой, не керек. Маяғынан ұстап былай қарай тартады. Деп былай кетеді. Аяғынан ұстап былай қарай шығарғысы келеді. В общем, деп енді брат сен өзің елестете берсең, садақты басыңда бит жүргенше. Сонымен азанға дейін әуірледік. Болмағасын больницаға келдік қой. Болды, алып тастаймыз. Медстраховкасы төленбеп, соны төлесін деді. Келіншегім айдап больницаға, банкке барды. Банкке барып еді. Сонымен ояқтағылар өзі келсін, болмаса доверенность алып келсін деп. Өзім келіп отырып, не істейміз? Мен мына енді банктың басшылығына айтарым бар. Осы біз сияқты экстренный келген адамдарға бір экспресс касса деген сияқты қылып бір бірдеңе ұйымдастырмасаңыздар болмайды. Мен очередьте отырмын. Алдымда 3 адам бар әлі. Оның біреуі ИП-ның налогын төлейді, біреуі кредит төлейін деп отыр, біреуі машинаның налогын төлейін деп отыр да. Енді олар өліп қалмайды ғой енді. Мен бересіз болады, айтсам, жоқ, азаннан бері отыр, бізде адамбыз деп айғайлап берді өзіме. Енді тәуекел, енді күте берейін, өліп қалмаймыз ғой дейін десе, мына өліп қалатын сияқты болып отыр, енді білмеймін ғой. Садақбек Жебеней, Оля Лукина, ПТК арнасы.